Болашақта шағын және орта бизнес өкілдеріне арнап Петропавл әкімдігі арнайы карта жасамақшы. Ол кәсіпкерлерге бағыт-бағдар беруге көмектеспек. Одан өзге қалалықтардың ұсыныс тілектері мен шағын базыналары енді тіркелетін болады. Бұл проблемаларды ұзаққа созбай шешуге септеседі. Президент жолдауын жүзеге асыру аясында шаһар басшылығы осындай шаруаларды атқармақшы. Стратегиялық құжат аясында тағы не істеледі, Саят Ермек баяндайды. Облыстық деңгейде жолдау жүктеген міндеттерді жүзеге асыру жоспары айқындалды. Ал қалада қандай шаруа атқарылмақ? Актив алдында сөз алған Болат Жұмабеков бірінші кезекте халықпен кері байланыс орнатамыз дейді. Атқарушы билік жұрттың үніне құлақ асуы тиіс демеп пе президент. Шаһар әкімдігіне түсетін басыналардың басым бөлігі тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына қатысты екен. Айта-айта жауыр болған мәселелер көп. Десе де шағымдармен жұмыс істеу мұнда тіпті жүйеленбеген. На каждой отчетной встрече, на каждой встрече с населением. Көп жағдайда проблемалар ескерілмей, ұмытылып, шешімін таппай жатады. Өйткені олар ешқайда тіркелмей келді. Биылғы жылдан бастап біз әрбір базынаны тіркеп, шағымдардың тізімін құрамыз. Кейін кесте құрып, анализ жасап, оларды рет-ретімен шешетін боламыз. Президент шағын және орта бизнеске көрсетілетін қолдауды күшейтіңдер деді. Шағын кәсіп ашамын дейтіндерге қала әкімдігі көмектесеміз деп сендірді. Көп кешікпей болашақ бизнесмендерге арналып, арнайы карта әзірленбекші. Ол несімен тиімді болмақ? Каких сфер услуг, в каких микрорайонах нам не хватает. Қай ықшам ауданда қандай қызмет түрлері тапшы? Карта осыны анықтау мақсатында жасалады. Мәселен, бір ауданға дүкен, екіншісіне шаштараз керек шығар. Осыны ескере отырып, болашақ бизнесмендерге кеңестер беретін боламыз. Қасым-Жомарт Тоқаев микро және шағын бизнесті 2020-дан бастап 3 жылға табыс салығы мен тексерістерден босатты. Бірақ бұл ойға елгенді жасауға болады дегенді білдірмейді. Петропавлда 16 мың бизнес субъектісі бар. Табысын жасырып, жұмысшылар мен еңбек шартына отырмайтындар жететін. Болат Жұмабеков оларға мемлекет қамдарыңды жеп қолдау көрсетіп жатыр, сондықтан әділ жұмыс істеу керек деді. Жолдауда негізге алып Петропавл отбасылық бизнесті де дамытуды жолға қояды. Ол олма аз қамтылған не көп балалы жанұяларды кәсіпкерлікке тартуда күшейтілмек. Мәселен, 7 баланың анасы Дания Кенжаева бастау бизнестің мүмкіндіктерін қолданған. Бір ай оқыды, грант алды, көп кешікпей кәсіп ашып, жұртшылыққа түрлі фото қызметтерді көрсететін болады. Менің алған грантының мөлшері 200 айлық есептік көрсеткіш. Бұл грантқа мен өзімнің жеке ісімді ашуға жұмсайын деп отырмын. Бұл да өте қуантарлық жағдай. Қала әкімдігі тағы да балаларды мектепте тегін тамақпен қамтамасыз ету және мектепке жол атты бағдарламаның аясында оқу құралдарымен қамтамасыз етуде де көмек көрсетіп отыр. Көп балалы аналардың қамын ойлап, әлеуметтік көмек көрсетуді ұйғарған мемлекет басшысына және қала әкімдігіне көп балалы аналардан үлкен ризашылығымды білдіремін. Қолдау жалғаса бермек. Көп балалы және жағдайы төмен жанұяларға арнап үй тұрғызуға да президент тапсырмасына сай қарқын қосылмақ. Өйткені баспаналы болмай, материалдық жағдай түзелмейді. Қазірдің өзінде қоғамның әлжуаз топтарына арнап үй салу үшін шаһарға республикалық бюджеттен 1,9 миллиард теңге бөлініпті. Бұқаралық спортты дамытуға да стратегиялық құжатта орын табылды. Ал оны дамыту үшін қала әкімдігі шағын стадиондардың құрылысын бастамақ. Олар Петропавлдың барлық ықшам аудандарында салынады деді Болат Жұмабеков. Саят Ермек, Рустам Тлеужанов, муниципалдық телеарна.